Қызылорда облысында оңай олжаға құныққан алаяқтар 160 адамды сан соқтырып кетті. Дәніккен пысықайлар Маңғыстау облысының Бейнеу ауданынан айлығы 300 мың теңгелік жұмыс тауып береміз деп жұртты алдап аруауына түсірген. Жеңіл жолмен ақша табуды көксеген алаяқтар сенімге кіру үшін жалған келісім шарт жасап, әр адамнан 12 мың теңгеден жинап алған. Ал жұмыс іздеген азаматтар өздерінің алданғанын Бейнеуге барғанда бірақ білген. Зардап шеккен қызылордалықтар қалалық ішкі істер басқармасына шағым түсірді. Қазіргі таңда 2 адам күдікті ретінде ұсталып, тергеу амалдары басталды. Алдын ала топ болып жасалған алаяқтық белгісімен қылмыстық тергеу басталды. Қазіргі уақытта бұл қылмыстық істің тергеуі бойынша бастапқы тергеу амалдары жүргізілуде. Енді қазіргі уақытта тергеудің мәліметі бойынша 2 ер азамат деп отыр, но әлде де біз олардың нақтылығын анықтап тергеу барысында айқындалады. Қалған мәліметтерді тергеу нәтижесімен ертең өздеріңізге қосымша ақпарат беріледі.